Бұрыш баллоны мен тәртіп сақшысына шабуылдаған ер адамның видеосы әлеуметтік желілерде пайда болды. Кадрларына қарағанда, егде жастағы ер адам қызметкерлердің біріне көз атқыш баллонынан сұйықтық шашқан. Ал видео сипаттамасында 2 жыл бойында өз баласымен көрісе алмай жүрген қазақстандық келіншектің оқиғасы баяндалады. Жеке сот орындаушысымен және қорғаншылық органның өкілімен бірлесіп 2016 жылы туған кәмелетке толмаған қызды оның анасы 1994 жылы туған Бияхметке беру мақсатында үйге барады. Осы кезде үйге 1954 жылы туған Эмиль сымды азамат келеді. Ол баланың атасы, ол полиция қызметкеріне және жеке сот орындаушысына агрессия танытып, бұрыш спрейін қолданады. Аталарың ертек айтады деп ойладыңдар ма? Аташка алжыған ба? Кешегі видеосы ақылға қонымсыз іс жасады. Балаларды анасына қайтару керек. Митингке шыққандарды сүйреп қамаушы еді ғой, на месте. Мыналарға не болған? Сүмірейіп бейшара болып қапты ғой. Ата сақалдары ауыздарына түссе де берер бір тәуір ақбаташ жоқ. Ауыз толтырып айтар сөздері жоқ. Осыдан кейін жастардан не сұрайды? Бала шағаңмен шырылдатам, не сөз бұл? Құртам, жоқ қылам, бәрі бір сөзбен батыр.